Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Армысыздар? Қазақ тарихында әйгілі Найманнан шыққан Қабанбай батырдың есімін бәріміз білеміз. Бірақ Қабанбайдан дәріс алып, кейін өздері қол бастаған басқа батырлардың ішінде Қаракерей, Шынқожа батырдың орны ерекше. Сондықтан да менің бүгінгі бейнеролигім ел мен жердің еркіндігі мен бостандығы жолында жанын қиған Шынқожа батыр туралы болмақ. Жалпы Шынқожа батырдың бейнесі Кәрібай ақынның Қабанбай батыр дастанында, Аманжан Жақыповтың Шынқожа батыр жырында, халық жазушысы Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз романында жақсы сомдалған. Ендеше сол туындылар мен ауыз әңгімелеріне сүйене отырып Шынқожа батыр туралы әңгімемізді бастайық. Шынқожа шамамен 1706 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданында Найман ішіндегі Қаракерей руының Тума тармағында дүниеге келді. Әкесі Базарқұл атақты батыр болмаса да, үлкен күш иесі болып, керемет палуан болған дейді. Бірақ әке-шешесі ерте қаза болып, Шынқожа өзінің жақын туысының қолында тәрбиеленеді. Шынқожа жастайынан шар болаттай шынығып, ерлігін ерте танытқан тұлға болды. Өзінің қайсарлығымен, жігерлігімен, күш қайратымен елге де ерте таныла бастады. Бірақ осындай қайсар мінезінің де арқасында жас Шынқожа туысымен сөзге келіп, жастайынан үйден кетуге де мәжбүр болады. Көрмеген қорлығы жоқ, Шынқожа бір ауылдан екінші ауылға көшіп қонып жүріп, ақырында Ташкеннен бір-ақ шығады. Ол кезде Ташкен Қоқан хандығының құрамында болған еді. 1721 жылы ғана Қоқан тағына отырған жас Әбдірақым би жан-жақтан әскер жинап Бұқар хандығымен соғысып жатқан еді. Батылда қайсар Шынқожа күнкөріс үшін өзбек әскеріне қосылып сарбаздық міндетке кіріседі. Аз уақыттың ішінде ірілі-ұсақты соғыстарда ерлігімен ерекше көзге түсіп, біртіндеп 10 басы, 100 басы, 1000 басы, ақырында Қоқан хандығы жасағының түмен басы қызметіне тағайындалып, батырлық қолбасшылық атағы алыс жақын көрші елдерге жайылады. Ақырында Шынқожаның батырлық атағы мен даңқы Тарбағатай өңіріне де жетеді. Сол кезде қарт Қожагелді батыр бауыры Шынқожаны іздеп Ташкенге келеді. Ағасын көргенде қаны қызып, туған жерін аңсап, сағыныштан сарғайып жүрген Шынқожа Қожагелді батырға еріп, туған елге қарай бет бұрады. Шынқожаның елге оралған кезі ордабасында қазақ бірігіп, жоңғарға қарсы әскер жинап жатқан сәтке дәлме-дәл түседі. 20-дан жасы ендіған асқан Шынқожа да осы әскерге қосылып жауға аттанады. 1727 жылы болған Бұланты шайқасында қазақтың атынан шығатын батырлардың тізіміне жас Шынқожаны сол кезде оған үлкен үміт артқан Қожагелді батырдың өзі енгізеді. Және де қателеспейді. Кезекті жекпе-жекте Шынқожа жоңғардың аюғары атанған Доба деген батырымен шығып оны өлтіреді. Осы жеңістен кейін жасындай жарқылдаған Шынқожа енді қазақтың да батыры атанып, даңқы дүйім елге тарап, қалың қауымның мақтанышына айналады. Және де осы шайқастан кейін Шынқожа батыр Тума, Тоқпақ, Байғана руларының құралған жасағына басшылық етіп, Аңырақай шайқасына және Шыңғыстаудағы Шаған шайқасына да қатысады. Осы шайқастарда да Шынқожа батыр керемет ерлігімен көзге түсіп, атақты Қабанбайдан бата алып, Найман қолының мыңбасы болады. Мысалы, Аңырақай шайқасында бірінен кейін бірін жоңғардың 8 батырын жеңіп, жоңғар ханы Шынқожаның басына келгенге соның басындай алтын беремін деген екен. Бірақ жоңғар батырларының біріне де Шынқожаны жеңу бұйырмады. Сәл кейінірек Қалба шайқасында көрсеткен жан қияр ерлігінен кейін Шынқожаның есімі Тарбағатай өңірінде Тума руының ұранына айналады. 1752-1754 жылдары Шынқожа батыр Жетісу, Алтай, Тарбағатай өңірлерін жоңғарлардан азат ету жорықтарында дарынды қолбасшы ретінде де ел құрметіне бөленеді. Арнайы айта кететін жай, осы шайқастарда бас қолбасшы Қабанбай батыр болса, 5000 басының бірі Еспенбет, Баймұрат, Есенгелді мен Дәулетбайлармен бірге Шынқожа болды.
Осы шайқастарда Шынқожа батыр нағыз қазақтың бас батырларының бірі ретінде өз қасында арнайы жырау да ертіп жүреді. Мұндағы мақсаты жырау арқылы өз қате кемшіліктерін естіп, халықпен байланысын сақтап қалу еді. Нақты Шынқожаның қасында 13 жасында қосылып, кейін елге аты кеңінен жайылған Айдос жырау болды. Жыраудың өзі бұл туралы мынадай өлең жолдарын жазып, ол жолдар ел есінде сақталынып қалған екен. Бір мүшелге толғанда 9 тулы Найманның Айтул ері Шынқожа, жаудың шебін шолғанда, белгі алдаспан байландым, сарым жақсада қол қалдым деген екен. Міне осылай туған елін жоңғардан азат етуге белсенді қатысқан Шынқожа батыр біршама уақыттан кейін Абылай сұлтанмен жақындасып, сұлтанның шығыс Түркістанды қазаққа қайтару жорығына да қатысып, ерлік танытады. Жоңғарларды ата-баба қонысынан сырып тастап, жаумен жағаласу осымен бітетін шығар деп жүргенде, Абылайға қазақ елінің оңтүстік бөлігінің біраз аймақтарын қырғыздар басып алды деген хабар жетеді. Алдында ғана ант су ішіскен қырғыз ағайынның мұндай тосын тұтқиыл жасағаны жайлы хабарға басында Абылай сеніңкіремей, барлық қазақты жұмылдырмай, Шынқожа батыр мен Көкжал Барақ бастаған кішкене сарбазды жіберіп, қырғыздың бетін қайтаруды бұйырады. Алайда оңтүстікке келген батырлар бұл жолы қырғыз тек жорыққа емес, толық қанды соғысқа шығып, мыңдаған әскерін алып келгенін байқайды. Сонда да қазақ атам жаудан қайтпаған деген Шынқожа мен Көкжал Барақ өздерінің азғантай жасағымен жауға тап береді. Дәл осы кезде айта кететін тағы бір жай, Шынқожа батыр өзінің қаза табатынын сезгендей Абылайға жаушы жіберіп, менің денемді жау қолында қалдырмай, елге апарып жерлеңдер деп аманатында айтып жібереді. Яғни Шынқожа батыр өзінің қазасын сезіп тұрса да, туған ел мен жер үшін жан пидалыққа барып, нағыз қазақтың батырлығын танытты. Шынқожа мен Көкжал Барақтың жіберген жаушылары Абылайға келіп, төніп келе жатқан қауіп туралы баяндай салысымен, Абылай дереу үлкен қолмен қырғызға қарсы Қаракерей Қабанбайды жібереді. Қабанбай батыр Шынқожа батыр жасағына төнген қауіпті ести салысымен көмекке келгенше, жау жағы азғантай қазақты талқандап, Шынқожа мен Көкжал Барақты мерт қылады. Бұл шамамен 1768 жыл болған. Ерлігін ерекше құрметтейтін Шынқожаның шәйіт болғаны Қабанбайдың қабырғасына қатты батқаны соншалық, ең болмаса батырдың өлі денесін тауып, арулап жерлейік деп әмір береді. Алайда Шынқожаның денесін таппайды. Ұрыс жерінде тек өзінің батыр және рубасы мөрі бейнеленген күміс сақинасы тағылған Шынқожаның саусағы ғана табылады. Басқа дене мүшелері болса, мүлдем туратылып, ұсақталынып, біліп тануға да мүмкіндік бермейді. Сол саусақты елге әкеп, батырдың мүрдесі іспетті арулап, Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Нарын ауылдық округінің Нарын өзенінің бойындағы төбеге көмеді. Кейін осы төбеге батырдың ұрпақтары үлкен ескерткіш орнатып, баба рухына тағзым жасайды. Міне, атақты Қабанбайдың серігі мен бауыры болған Шынқожа батырдың ғұмыры осындай болды. Ал енді қазіргі қазақтың болса мақсаты осындай керемет бабаларымызды ұмытпай, олардың батырлығының арқасында бізге аманат болып қалған осы кең байтақ елдің тәуелсіздігін әрі қарай нығайту.